Kur'an-ı Kerim'den en birinci algaçkı suresi uşul Fatiha suresi men başlalat. Algaç uşul Fatiha dep açkıç bolgon, başlangıç bolgon sürenin kıskaça düşündürmesine toktop ketsek. Negizile ulamalar aytat, adam balası takva boluğa birden bir sebep bolo turgan nerse uşul okup atkan, namazı okulup atkan sürelerdin manisini düşünüp okusak, oşunu dagın körök namazın tasiri bolot eken. Takvachılıkka körök jakındayt ekemiz. Oşon üçün mümkün boluşunça uşul okup atkan süreleriңizdin manisini jok degende kırgızça, kotormo, hadis, tafsir kitaplardan okup bilip alışыбыз керек. Allah Taala bul sürede aytat: "Elhamdülillahi Rabbil alamin." Maqtoonun büt bары, hamdı sanan büt bары жалгыз Allah'a gana tatıqtуу. Biz adam balası uşunçalık sыймыктанат ekemiz. Men kıyımмын. Birinci men dep başlayt ekemiz da. Şeytandagın ana dep başlaganda. Faraondagın ana dep baş kötөрgөн. Ana rabbukumul a'la dep. Jana Musa paygambarın doğrunda Musa paygambar menen küreşkön Faraon ana dep. Men degen. Men rabbukumul a'la, sizlerдің құдайыңармын dep. Şeytandagın бүткүл периштелерди адам атага сажда кылгыла дегенде şeytandagın men деп чыккан да. Ana. Sen kimsin? Ana hayrun minhu. Men adam balasından jakşıraakmын. Sen adam balasını topraktan jaratsaң, men ottон jaraldım dep Kuday Taala aytып жатат. Ушунчалык намаз окуйбуз, баяндарды угабыз, китептерди окуйбуз, канча нерселерди окуп эметебиз, бирок бир аз ой жүгүртпөй жатабыз да. Ой жүгүртпөй жатабыз. Men деп өзү баштайт экенбиз. Андан кийин мен дегенден кийин бир аз астына жылгандан кийин балабызды менин балам кыйын деп балабызга өтөт экенбиз. Балабыздан атабызга өтөт экен. Менин атам ушундай болгон. Менин балам ушундай болгон. Биздин ата тегибиз ушундай болгон. Биз кыргыздар ушундайбыз деп бара-бара чоңойбар бир улутка такайт экенбиз да. Алла Таала эч бир жерде айткан эмес. Силер кыргыздар мага жакынрааксыңар. Пайгамбарыбыздын улуту араб болуп турсадан силер арабтар башка улутка караганда бир кадам мага жакынрааксыңар деп эч бир пайгамбарыбыз дагы Алла Тааладан эч бир жерде айткан эмес. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө биз ошентип калдык да. Биз кыргыздар минтип келгенбиз. Биз кыргыздар бүткүл жерди мынча жерге чейин биз басып келгенбиз. Биз кыргыздар хан болуп келгенбиз. Жолосо менин атам мындай болгон, менин ата тегим мындай болгон деп сыймыктанат экенбиз, мактанат экенбиз. Мактоону өзүбүзгө тартат экенбиз. Ошол эле учурда башка улутту карасаңыз эле ошол нерсени айтып жатат да. Эч ким өзүн жаманмын, мен күнөөкөр инсанмын деп айтпайт экен. Бирок пайгамбарлар эмне дейт? Ушунчалык таза болуп келген пайгамбарлар инни кунту миназ залимин дейт. Мен күнөөкөр инсанмын деп алар айтып жатат. Бирок чыныгы күнөөкөр болгон, кан төгүп аткан сиз мен бизге окшогон инсандар жок, мен жакшымын дейт экенбиз да. Жок, мен күнөөм жок, таксир сенде күнөөм баары. Жок, биз кыргыздар эмес, силер тажиктерде күнөөм баары. Жок, биз кыргыздар эмес, силер өзбектер жамансыңар. Өзбектерге барсаң, жок, өзбек калкы жакшы, силер кыргыздар жамансыңар. Баарыбыз мусулманбыз дейбиз, бирок мусулманчылык адебибиз кайсы жакта туруп атат? Чыныгы пайгамбарлар көрсөтүп, Алла Таала көрсөтүп кеткен жол кайда турат? Асман менен жерди айырмачылыкта жүрүп атабыз да. Алхамдулилла Кыргызстан, алхамдулилла Кыргызстан деп мактанабыз. Башка өлкөгө барсаң, Казакстан өзүнчө мактанат, Тажикстан өзүнчө мактанат, Өзбекстан өзүнчө мактанат. Ар бир жамаат өзү менен өзү мактанат. Бир адамды карманып алганбыз, ошонун артынан чуркап жатабыз. Бирок Алла Таала эмне дейт? Бүт мактоонун баары Алла Таалага гана таандык, силерге таандык эмес. Эгерде бизге дагы бир мактоо берилсе, ал дагы Алла Тааладан болот. Алла Таала сиз менен бизге ушундай нематты берип койгон болсо, башка бирөөлөр алхамдулилла, могу чоң аалым экен, могу каарыке турбайбы? Могу таксырыбыз 4 айлап даатка чыккан турбайбы? Бул таксырыбыз мечит салып тур десек да Алла Тааланын жардамы менен болуп жатат ошол нерсе. Ошон үчүн ал мактоодан сизге берилсе, ал дагы Алла Таала сизге бергендиги үчүн болот. Ошондуктан бүткүл мактоо бул Аллага гана таандык. Ар-Рахманир-Рахим. Мен ушундай райымдуу, бооркер затмын дейт. Көрдүңүзбү? Кандай жакшы сыпаттарын айтып жатат, да? Бүткүл мактоо Аллага гана таандык. Ошол Алла кандай зат? Десеңиз, ушундай райымдуу жана бооркер болгон зат экен.
Көрдіңіз бе? Ене баласына қанша мейірімді, апауыз қанша бізге мейірім төгеді. Кішкенекейімізді бұлғап қойсақ тазалайды. Оғырып қалсаң қошы оғырайды, ыйласаң қошы ыйлайды. Ененің мейіріміне жеткен мейірім жоқ екен. Бирок ененің мейіріміне, Алла Тааланың мейіріміне салышып қарасақшы, қыпындайдан болбой қалады екен да. Қыпындайдағын болбой қалады. Ушундай мейірімді бооркер болған зат сіздермен бізді жаратып, менден жардам сұрады. Мен үшін барын жасачы, мен үшін жасаң, мен саған барын берейін дейді Алла Таала. Андан кейінгі аятта Малики яумиддин, ушундай қиямат күнінің иесі менмін. Жаза бере тұрған күндің иесі менмін деп Алла Таала айтып жатады. Қияматқа барғанда дағын тай кеме, бай кеме, башқа біреуге ортомчық қыла қойып, ішімді бітіре қоя тұрған нәрсе ойыңа келбесін. Малики яумиддин, жаза күнінің жалғыз қожойыны бір ғана Алла екен. Ал жерде пайғамбарлардан баштап, бүт барымыз ушундай Құдайдың құлы болып тұрады екенбіз. Жооп бере тұрған күн келеді. Әрбір қылған амалымыздың барына жооп беребіз. Құдай Таала айтады: "Мисқала зарратин хайра яра, мисқала зарратин шарра яра." Қыпындай жақсылығыңдан таразаға түшөт дейді, қыпындай жамандығыңдан таразаға түшөт. Бүт бары Құдай Тааланың таразасына түшіп жатады. 24 саат қылған амалымыз.